Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте оңай дайындалатын, әрі дәмді болып шығатын осындай булочкалар дайындаймыз. Жылы сүтімізге жылы суымызды қосамыз, үстіне 2 ас қасық қант қосамыз. Осы ас қасықты толтырмай ашытқы, 2 жұмыртқа және сұйық май барлығы бөлме температурасында болу керек, салқын болмау керек. Шым тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, енді қамыр илейтін боламыз. Ұн да, жұмыртқа да барлығы бөлме температурасында болу керек. Су мен сүтіміз жылы болу керек. Қамырды жақсылап ең қандырып басамыз 5 минуттай. Содан кейін осылай қамырымызды домалатып, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырларыңыз әдемі болып көтеріліп тұрады. Міне осылай болып. Дайын болған қамырды алып, кішкене тағы да басып жібересіздер. Қазір енді біз осы қамырымызды кішкене 10 бөлікшелерге бөлетін боламыз. Қамырды жаңағындай 1 сағатқа қалдырған кезде бетін салофановый пакетпен жауып қойсаңыздар да болады. Қамырларыңыз жақсы көтеріледі. Ең бастысы жылы жерде тұру керек. Міне дайын болған қамырларымызды осылай домалатып, өзімізге керекті формамызды жасап аламыз. Барлығын бірінші осылай дайындап аласыздар. Дайындап болғаннан кейін тағы да бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут өткеннен кейін біздің жаңағы қамырларымыз көтеріліп әдемі болып тұрады. Одан кейін осылай стаканның көмегімен ортасын ашып, яғни басасыздар үстін. Сол кезде бізде осындай әдемі форма дайын болады. Дайын болған булочкаларымыздың бетін жұмыртқаның сарысымен осылай жағып шығамыз бетіне барлық жеріне. Піскен кезде әдемі қызарып піседі сол кезде. Тек қана жұмыртқаның сарысын ғана жағасыздар. Одан кейін ортасына осылай варенье, не болмаса джем, повидло болса салып жіберіңіздер. Өте тәтті болып шығады. Мен варенье салдым. Енді алдын ала 200 градуста қызып тұрған пешімізде 20 минут осындай қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пешінің режимі әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің пешінің режимін дұрыстап қойып аласыздар. Осылай қызарғанша пісіресіздер. Өте оңай дайындалатын булочкалардың бірі. Құрамындағы заттары да бәріміздің үйдегі бар, қолда бар заттарымыздан дайындалады. Дәмі деген енді шай ішкенге прямо өте күшті, тез желініп қоятын булочкалар. Видео ұнап жатса, видеоның соңында лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, және де қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыз. Сол кезде сіз менің рецептерімді жіберіп алмай бірінші болып көресіз.